Сауд Арабиясында салафит ағымын ұстанып, заңсыз миссионерлік бағытта жұмыс істеп жүрген күдікті Ділмұрат Махаматов ұсталды. Бұл мәліметті қалалық шапаға деструктивті діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығының мамандары да растап отыр. Ділмұрат Абу Мұхаммад деген бауырымыздың ақиқатында Сауд Арабиясында құқық қорғау орталығының мамандарымен оның абақтыға тоғытылғандығы жайында мағлұмат ақиқат. Оны біздің Атырау облыстық дін істері басқармасы тарапынан ақиқат екендігі дәлелденіп отқан жайы бар. Оның қазіргі таңдағы осы қазақ елінде жүргізіп жатқан лекцияларының аудиозапистері болсын, соның барлықтары осы шариғат аясынан дұрыс еместігінде белгілі болғандықтан оған тосқауыл қойылып отқан жайы бар. Яғни абақтыға тоғытылған мағлұмат ақиқат. Ділмұрат Махаматов желі қолданушылары арасында Ділмұрат Абу Мұхаммад атымен таныс, ол дінаралық және ұлтаралық алауыздықты қоздырды деп айыпталуда.